сүйінші. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Жанармай бағасының қымбаттауы азық-түлік құнына әсер ете ме? Премьер-министрдің орынбасары, сауда және интеграция министрі Серік Жұманғарин бензин мен дизель отынының қымбаттауы азық-түлік бағасына айтарлықтай әсер етпейтінін айтты, деп хабарлайды Түркістан КЗ. Баға өсімі тауардың түріне қарай әсер етеді. Жеңіл тауар болса, аса қымбаттамайды. Ірі өнімдерге баға тиісінше өсуі мүмкін. Жанар-жағармай бағасы өскен жағдайда, мысалы қантқа әсері 5%, ал күнбағыс майы 2,4%-ға өседі деген болжам бар. Шамамен 15-17 теңгеге қымбаттауы мүмкін. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.